Күтуден жалықпаймын. Сол кеште ол маған дос ретінде емес басқадай қарайтынын, мені ұнататынын айтты. Мен қатты таң қалдым. Ол маған махаббат жағынан дос болуды ұсынды. Мен одан уақыт сұрап 2 күн өткеннен кейін келісетінімді айттым. Содан біздің бақытты күндеріміз басталып кетті. Бос уақытының бәріне де екеуміз бірге жүрдік. Осылай 3 ай өткіздік. Оқу жылы басталар уақытта мен Қарағандыдан оқимын деген шешімге келіп, екеуміз 2 жаққа қала бердік. Бірақ біздің махаббатымызға ара қашықтықта кедергі болмады. Ол маған ылғи звондап тұрды, бірақ сол кезде менің Асқарға деген сезімім суи бастады. Көзден кеткен соң көңілден де кетеді деген оймен жүрдім. Сөйлескім келмей, сылтаулар айтып, телефонды тастай салатынмын. Бірақ оның сезімі шынайы болды. Мен туралы үй ішіне де айтыпты, олардың ата-анасымен. Менің ата-анам жақсы араласатын, бірде екеуміз түсініспей қалдық та, мен оған басқа жігітпен жүрем деп айттым. Содан екеуміз біраз сөйлеспей қалдық. Жазғы каникулда мен үйіме келгенімде Асқардың басқа қызбен жүретін құрбымнан естідім. Бойымда бір түрлі сезім билеп кетті. Сол сәтте мен Асқарды қызғанатынымды білдім. Оған деген сезімім әлі де жүрек түбінде шоқ болып қалыпты. Сол шоқ қызғанышпен тұтанып, махаббатқа қайта ұласты. 2 аптадан кейін би кешіне бардық. Сол кеште Асқар мені биге шақырды. Қайтарда өзімен қайтуын өтінді. Мен келістім. Кеш бітті. Екеуміз ұзын көшені бетке алып қол ұстасып келеміз. Сөзді ол бастады. Сені әлі ұмыта алар емеспін. Қанша тырыссам да қолымнан келмеді, деді ол. Ұмытам деп басқа қызға да барып көрдім, бірақ түк шықпады. Мен тек сені ғана шын сүйем, деді. Мен де оған деген сезімімді, оны қызғанғанымды айтып, ұзақ сырластық. Осылай біз 3 жылдан артық жүрдік, бірақ біз бір-бірімізді шын сүйе тұра тағы да айырылыстық. Ол солай деп шешті. Біздің бірге болуымызға кедергілер бар екен. Мен Асқарға шын сендім. 3 жылда оны толық таныдым, білдім деп ойлағам. Қателесіппін. Кеше ғана жаным деп отырған жігіт ертеңінде біз бірге бола алмаймыз, деді. Себебі не екені маған әлі күнге дейін белгісіз. Менің ойымша бір Асқарда проблема бар. Маған айтқысы келмейтін сияқты. Ол өзі махаббаты үшін күресе алмады. Ол үшін мені шын сүйе тұра бірге болу үшін қиындықтан өту керегін түсінбеді. Оңай жолды таңдап, басы ауған жаққа кете барды. Қазір оның қайда екенін білмеймін. Ақырғы рет сөйлескенде сені қатты сағынып жүрмін деген. Осы оқиғадан кейін жігіттерге сенуден қалдым. Онымен әйтеуір бір кездескенімді сезем. Оған деген сезімім жек көрушілікке айналса екен дедім. Бірақ ол болмады. Оны ұмыта алмадым.